Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Мен Нұрмұхамбетова Асия Жанна, технологиялық колледж материалтану пәнінің оқытушысымын. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы конструкциялық және құрал саймандық болаттар. Сабақтың мақсаты конструкциялық болаттардың түрлерімен және құрал саймандық болаттармен таныстыру. Алдымен болаттарға тоқтала кетейік. Болат деп құрамында 2%-дан аспайтын көміртегі және табиғи немесе әдейі қосылатын қоспа элементтер марганец, кремний, хром, натрий, молибден, ванадий тағы сол сияқты бар темір қорпасын айтады. Болат бөлшектерді құю арқылы да қысым, прокаттау, соғу, штамптау арқылы да дайындауға болады. Сондықтан өнеркәсібімізде болаттың сан алуан түрлері кездеседі. Сол болаттарды қасиеттеріне, пайдалану және қорыту әдістеріне байланысты бірнеше түрге бөлуге болады. Бірінші, болаттар қорыту әдістеріне байланысты конвертерлі, марсенді және электрлік болып бөлінеді. Екінші, пайдалануы жағынан мынадай түрлерге бөлінеді. А. Құрылыс болаттары, оларға қыздырып өңдеуді қажет етпейтін, жақсы пісірілетін болаттар жатады. Б. Машина жасау өнеркәсібінде қолданылатын болаттар, яғни оларды конструкциялық болаттар деп атайды. В. Құрал саймандық болаттар. Г. Арнаулы қасиетті болаттар, тот баспайтын, тозбайтын, немесе тозуға төзімді, ыстық пен жылуға төзімді магнитті. Болаттардың шойыннан артықшылығы. Бірінші, болаттардың механикалық қасиеті және айнымалы жүктерге жұмыс істеу қабілеттілігі жоғары. Екінші, болаттарды кез келген әдіспен өңдеуге болады, ал шойындар мортсынғыш келетін болғандықтан оларды сығыммен өңдеуге болмайды. Үшінші, қыздыру және қималық әдістермен өңдеу арқылы болаттардың механикалық қасиетін өзімізге қажетті күйде өзгерте аламыз. Балалар, машина жасау өнеркәсібінде қолданылатын болаттарды конструкциялық болаттар деп атайды. Конструкциялық болаттар екіге бөлінеді. Бірінші бөлігі көміртекті болаттар, екіншісі легірленген болаттар. Көміртекті болаттар да екіге бөлінеді. Жай қарапайым сапалы және сапалы түрге. Легірленген болаттар да екіге бөлінеді. Сапалы және жоғары сапалы түрге. Көміртекті болаттардың құрамында көміртегінен басқа марганец бар және сол марганецтің мөлшеріне байланысты оларды орташа және жоғары мөлшерлі марганецті деп айырады. Көміртекті болаттан жасалған үлкен қималы болаттар прокатталмайды, ал шағын бөлшектер жоғары қаттылыққа дейін шынықтырған соң прокатталуы мүмкін. Бірақ бөлшектердің формасы өзгереді және жарылып кетуі ықтимал. Қарапайым сапалы көміртекті болаттардың тек қана не механикалық қасиеті, не химиялық құрамы шектеледі. Бұл жағдайда болат қорытушы заводтар не механикалық қасиетіне, не химиялық құрамына ғана куә бола алады. Болаттардың өрнегі олардың қандай әдіспен өндірілгенін көрсетеді. Сіздердің көріп отырғаныңыз Бестсемер әдісімен қорытылған болаттардың өрнегі. Өрнектен кейінгі санды 100-ге бөлсек, ол сан болат құрамындағы көміртегінің пайыздық мөлшерін көрсетеді. Яғни бұл болат құрамында 0,3% көміртегі бар. Сапалы көміртекті болаттар үшін завод механикалық қасиетіне де, химиялық қасиетіне де куә бола алады. Сапалы көміртекті болаттар детальдарды шынықтыру үшін қолданылады. Подшипниктердің сақиналары мен шестернялардың тістері болат бетінің мейлінше қатты болуын талап етеді. Легірленген болат деп, оның механикалық қасиеттерін жоғарылату үшін құрамына түрлі қоспалар қосылған болаттарды айтады. Легірленген қоспа болаттар беріктігіне және басқа қасиеттеріне қарай қолданылады. Легірленген болаттар қосымша мынадай әріптермен белгіленеді және олар негізгі қоспаларды көрсетеді. В. Вольфрам, Г. Марганец, М. Молибден, Н. Никель, Р. Бор, С. Кремний, Т. Титан, Х. Хром, Ф. Ванадий, Ю. Алюминий. Өрнектердің соңындағы сандар
Қосымша элементтердің пайыздық құрамын көрсетеді. Егер пайызы бірден кем немесе бірге жоқ болса, онда санымен көрсетілмейді. Жоғары сапалы легірленген болат қосымша А әрпімен белгіленеді. Маркасы жоғары сапалы хром никельді болат. Құрамында 0,12% көміртегі, 1% хром және 3% никель бар деп түсіну керек. Конструкциялық көміртекті және легірленген болаттарды құрамындағы көміртегі мөлшеріне және қыздырып өңдеу қабілеттілігіне қарай бөлінеді. Егер болаттар құрамында көміртегінің мөлшері 0,25%-дан кем болса, олар төменгі көміртекті болып саналады. Екінші, 0,25% және 0,6% болса, орташа көміртекті. Үшінші, 0,6%-дан жоғары болса, жоғары көміртекті болып есептелінеді. Төмен көміртекті болаттар жақсы цементтелінеді, ал орташа көміртекті болаттар жақсы шынығады, жақсарады. Жоғары көміртекті болаттарды шынықтырғанда сепімділігі мен қаттылығы артады. Осыны ескере отырып, олар серіппе немесе домалау подшипниктерін жасауға қолданылады. Арнаулы сапалы болаттар механикалық қасиеттеріне байланысты қолданылады. Қарапайым сапалы болаттар неғұрлым көлемді бөлшектерді, қыздырмай немесе суытпай өңделетін бөлшектерді және бекіткіш бөлшектерді қайырма шеге, бұранда, гайка жасау үшін қолданылады. Шынықтырылмайтын бөлшектер жұмыс істеу қабілеттілігіне қарай қаттылығы әртүрлі материалдан жасалуы мүмкін. Машина жасауға арналған сапалы көміртекті болаттардың бөлшектерін қыздырып өңдегенде, олардың кернеуі және габариті орташа дәрежеде болуы шарт. Құрамында марганец қоспасы көп көміртекті болаттар бөлшектердің беріктігін және тозуға төзімділігін, сонымен қатар үлкен бөлшектердің қыздыруға төзімділігін арттырады. Құрамында күкірт көп көміртекті болаттар металдар қорытатын автомат станоктарда беткейі таза бөлшектерді өңдеу үшін кеңінен қолданылады. Мұндай болаттарды автоматты болаттар деп атайды. Орташа көміртекті легірленген болаттар бөлшектер беткейін жақсартуда, орташа немесе жоғары қаттылыққа дейін шынықтырылған бөлшектер үшін қолданылады. Хромдық болаттар көміртекті болаттарға қарағанда беріктігімен, тозуға, тоттануға, төзімділігімен көзге түседі. Құрамында хром мен ванадий және хром мен молибден бар болаттар ұсақ структуралы болып келеді. Сонымен қатар олардың механикалық қасиетін, соққыға тұтқырлығын арттыра түседі. Осыған орай мұндай болаттарды жауапты бөлшектер жасау үшін қолданады. Хром мен молибден қоспалы болаттар иілгіштігі шамалы бөлшектерде және жоғары температураны қажет ететін бөлшектерде пайдаланылады. Жақсы өңделетіндіктен мұндай болаттарды шынықтырғаннан кейін тістері сынбайтын тісті дөңгелектер жасайды. Хром никельді болаттар деп беріктігі мен қыздырулығы жоғары, тозуға төзімді және тұтқырлығы жоғары болаттарды айтамыз. Осыған орай мұндай болаттар жауапты бөлшектерде жиі қолданылады. Үлкен қималы бөлшектерді осы хром никельді болаттардан жасайды. Хром, никель, молибденді және хром, никель, вольфрамды болаттар әсіресе арнаулы машиналар бөлшектерін авиадвигательдер жасағанда кеңінен қолданылады. Титан болат құрамында аз болуына қарамастан 0,6%-тен 0,15% болат структурасын ұсақтайды, қызуға төзімділігін арттырады. Мұндай болатты хром, марганец, титанды болат деп айтады. Қолданылуына қарай мынадай топтарға бөлінеді болаттар. Бірінші, шарикті подшипниктер жасауға арналған жоғары көміртекті хромды болат. Құрамында 1% көміртегі және 0,15 және 1,15% хром. Екінші, рессорлы серіппе болаттар. Құрамында кремний мен марганец қоспасы көп болады. Ал жоғары кернеулі конструкцияларға хром мен ванадий қорытпалары қолданылады. Машина жасау өндірісінде мынадай арнаулы қасиетті болаттар кеңінен қолданылады. Тотықпайтын
және қышқылға төзімді болаттар. Хромның, хром никельдің және хром никель марганецтің қорытпалары. Келесі, ыстыққа төзімді хромы басым болаттар. Құрамында 12-ден 30% хром бар. Келесі, ыстыққа төзімді болат құймалары 700-ден 800 градус Цельсийге дейін және одан жоғары температураға шыдайды. Бұның бірнеше түрі бар. Бірінші түрі хром молибденнің шамалы және орташа қоспалары. Екіншісі хром кремнийдің, хром никельдің, хром марганецтің, хром никель марганецтің жоғары қоспалары. Келесі, төртінші, темір никельді және темір никель хромды болаттар. Олардың сызықтық ұлғаю коэффициенті тұрақты келеді. Бесінші, жоғары омдық кедергілі болаттар, магниттік, аз магниттік түрлері. Енді келесі құрал саймандық болаттарға көштік. Құрал саймандық болаттар көміртекті және легірленген болаттар болып екіге бөлінеді. Ал көміртекті болаттардың өзі сапалы және сапалы болып ажыратылады. Сапалысына осы болаттар жатады: U4, U5, U7, U8, U9, U12, U13. Әріп белгісінен кейінгі жазылған сан болат құрамындағы көміртегінің 10-дық пайызын көрсетеді. Мысалы, U4 болатындағы көміртегінің мөлшері 0,4%. Сапалы U4, U5 болаттардан жұмсақ материалдарды, а U7 болатынан қаттылығы орташа материалдарды өңдейтін құрал саймандар жасалады. Сонымен қатар көмірді, тасты және сол сияқты заттарды кескіш ретінде U8 болаты қолданылады. U12, U13 болаттарынан соққы әсеріне ұшырамайтын неғұрлым қатты материалдарды өңдейтін құрал саймандар жасалады. Оған бұрғылар және кескіштер жатады. Жоғары сапалы болаттар қосымша А әрпімен белгіленеді. U7A, U8A, U9A, U10A, U12A, U13A. U7A, U8A, U9A болаттарынан матрица мен пуссондар, ал қол аралары мен басқа да аралар U10A, U12A, U13A болаттарынан жасалады. Құрал саймандар жасайтын легірленген болаттардың құрамындағы хром, вольфрам, ванадий сияқты элементтер болаттың қажалуға беріктігін және басқа қасиеттерін жақсартады. Легірленген болаттарға мынадай маркалы болаттар жатады: Х12, Х12М. Құрамында 12% хром болат деген сөз. Ал бұл легірленген болаттар фасонды фрезалар және кескіштер жасаған кезде көп қолданылады. ХВ, ХВГ, 9ХВГ, 5ХВГ. 7Х маркалы легірленген болаттардан өткір хирургиялық аспаптар мен ұстаралар жасалады. R9, R18 маркалары тез кескіш болаттар қатарына жатады. Олардан әртүрлі құрал саймандар, токырлық, жоңғыш кескіштер, әртүрлі фрезалар, бұрғылар, аралар және белгілеуіштер жасалады.